Ассалаумағалейкум баршаға. Міне бүгіннен бастап математиканың нөлден үйренуде видео сабақтар сериясын бастаймыз. Бүгін бірінші сабақ. Бұл сабақта сан һәм цифр түсініктері, олардың бір-бірінен парқы, түзілісі һәм олармен орналасатын амелдерге мысалдар көреміз. Енді цифр түсінігінен бастасақ. Цифр дегеніміз не? Цифр бұл санларды жазуда қолданылатын арнаулы белгілер болып, ол сана системасында араб цифрлар деп аталушы ондана цифр бар. Міне соны жазып қоямыз. Бұлар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне шекі санақта 10 дана цифр. Енді осы цифрлар жәрдемінде жазылған бірнеше санларды көрейік. Мәселен, 42 деген санымыз 4 һәм 2 деген цифрлардан түзілген. Давам етеміз. 563 деген санымыз 5, 6 һәм 3 деген цифрлардан түзілген. 2091 деген санымыз 2, 0, 9 һәм 1 деген цифрлардан түзілген. 7 деген бұл санымыз 1 дана 7 деген цифрдан түзілген. Бір цифрдан түзілген санды, мәселен, оны саным деп айтсақ болады, яки цифрым деп айтсақ болады. Осы сияқты осы цифрлар жәрдемінде біз қалеген санларды жаза алады екенбіз. Сан менен цифрға салыстырмалы мысал ретінде сөз бенен харпті қарасақ болады. Сөздер харптерден түзілгендей, санларда цифрлардан түзіледі. Сан менен цифр демек бір-бірінен парқы сан жағынан, демек цифрлар шекілі болса, ал санларымыз шексіз болады. Енді осы санларын біз санау тәртібінде бірден бастап жазып шығатын болсақ, мәселен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 һәм тағы басқа осы көріністе осы ізбезікті жазып шығатын болса, бұл шексіздікті пайда етеді. Һәм бұл осы санлы ізбезігіміз натурал санлар қатары яки натурал санлар көпілігі делінеді. Жазып қоямыз. Натурал санлар қатары яки натурал санлар көпілігі делінеді. Натурал санлар анықтамасын бір есе өтеміз. Натурал санлар деп санауда қолданылатын санларға айтылады. Енді осы натурал санлар қатарында ең кіші сан бұл 1, ең кіші натурал сан бұл 1. Ең үлкені анықланбаған. Неге десек, себебі біз ең үлкен санды анықладық деп ойлағанда да, демек оған бірді қоссақ, одан үлкен сан пайда бола береді. Сондықтан да натурал санлар қатарында ең үлкен санды анықтаудың мүмкіндігі жоқ. Себебі ол санлы өсу тәртібінде жайласқан, санлар өсіп барады. 0 санын жазып өтейік. 0 саны натурал сан емес. Натурал сан емес. Неге десек, 0 деген сан бұл заттың жоқлығын білдіреді, ал натурал санларымыз санауда қолданылатын санлар. Жоқ затты санап болмайды, соның үшін біз 0-ді натурал санлар қатарына кіргізе алмаймыз. Енді натурал санлар көпілігін біз әдетте демек n харппен белгіленеді, жазып қоямыз. Үлкен n мен жазамыз. Енді сол бұл натурал санлар қатарын фигуралық қауысқалап жазатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һәм тағы басқа n дейміз, тоқтап қалмайды, фигуралық қауыс жоғымыз. Енді осындай көріністе жазылуы натурал санлар көпілігін аңлатады. Енді қандай да санның натурал санлар көпілігіне тиісті яки тиісті еместігін қалай жазамыз? Міне осы натурал санлар қатарында бір қалеген бір санды аламыз. Мәселен, 7 деген санды алсақ, 7 натурал санлар көпілігіне тиісті. Онда тиісті деген белгіден пайдаланып, мынандай көріністі жазатын болсақ, бұл 7 деген санымыз натурал санлар көпілігіне тиісті екенін аңлатады. Яғни бұл 7-міз натурал сан екенін аңлатады.
яки осы натурал санға тиісті болған қарайған бір санды алайық. Мәселен, 0-ді алатын болсақ, 0 тиісті n десек, енді 0 натурал санға тиісті емес. Натурал сан болмағандықтан, тиісті деген белгінің үстіне мына сызықша қоятын болсақ, демек 0 саны натурал сандар көпленіне тиісті еместігін білдіреді. Яғни натурал сан емес. Натурал санларды олардың неше цифрдан түзілгендігіне қарап, оларды бір таңбалы һәм көп таңбалы санларға ажыратамыз. Егер санлар бір цифрдан түзілетін болса, бір таңбалы, олар 1-ден бастап 9-ға дейінгі санларымыз һәммесі бір цифрдан түзілген, бұлар бір таңбалы санлар болады. Ал 10-нан бастап 10, 11, 12, 13 һәм тағы басқа 99-ға дейінгі санлар, бұлардың һәммесі екі цифрдан түзілген, екі таңбалы санлар болады. Екі таңбалы санлар. Кейінгісі енді 100-ден бастап 101, 102, 103, 999-ға дейінгі санлардың һәммесі үш таңбалы санлар. Үш цифрдан түзілген. Кейінгісі 1000-нан бастап 1000, 1001, 1002, 9999-ға дейінгі санлардың һәммесі 4 цифрлардан түзілген. Демек, бұлардың һәммесі 4 таңбалы санлар болады. Жазып қоямыз. 4 таңбалы санлар. Һәм тағы басқа. Сол сияқты. Мәселен, санлар неше цифрдан түзілгеніне қарап, олар біз неше таңбалы екенін айтады екенбіз. Мысалдарды енді санлардың неше таңбалы екенін анықтауда, олардың неше цифрдан түзілгеніне қараймыз, һәм санның мәнісіне қараймыз. Санның мәнісіне қарап, неше таңбалы екенін анықтаймыз. Әне бұны қазір мысалда көрейік. Мысалда мынандай сан берілген. Бұл санның неше таңбалы екенін анықтау үшін сол санда неше цифр қатынасқанын анықтауымыз керек. Бір шеттен ізбес санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, бұл санымыз 7 цифрдан түзілген, 7 таңбалы сан болады. Жазып қоямыз, 7 таңбалы сан. Кейінгі санымыз. Бұл санның көрінісіне қарасақ, 5 цифрдан түзілген, бірақ бұны біз 5 таңбалы сан деп айта алмаймыз. Неге? Себебі қазір біз айттық, санның неше таңбалы екенін анықтауда, оның мәнісі бойынша анықтаймыз. Бұл мәнісі негізі 4271 бірді аңлатады. Біз санның, натурал санның алдына бір яки бірнеше нөлдерді тіркеп жазғанмен оның мәнісі өзгермейді. Сондықтан да біз алдында нөлдерді есапқа алмай, кейінгі цифрларды санын есаплап, неше таңбалы екенін анықтайды екенбіз. Демек, бұл санымыз 4 таңбалы сан болады. Енді санның неше таңбалы екенін анықтауға мысалдар көретін болсақ, төменде санлар берген, енді осы санлардың әрбірінің неше таңбалы екенін анықтап шығамыз. Бірінші саннан бастаймыз. Санда цифрлардың жайласуында тәртіп егер низамлық болмаса, олар біз бір шеттен ізбес санап шығамыз. Бірақ алдындағы нөлді ітібарға алмаймыз. Нөлді сызып кетеміз, кейінгі цифрларды ізбес санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл сан 8 цифрдан түзілген, демек 8 таңбалы сан болады. Жазып қоямыз, 8 таңбалы сан. Кейінгі сан. Екінші санда бұл жерде цифрлардың жайласуында тәртіп һәм низамлық бар. Натурал санлардың ізбесігінде берілген. Енді цифрлардың санын есептауда қиыншылық болмайды. Неге? Себебі 1-ден бастап 9-ға дейін санлар жазып отыру шарт емес, 9 цифр қатынасқан. Кейінгісі 1, 0, енді 10 емес, 1, 0 деп цифр деп қаралады. Енді 9-ға 2-ні қосатын болсақ, 11 цифр. Демек, бұл сан 11 цифрдан түзілген, 11 таңбалы сан болады. 11 таңбалы сан. Кейінгі санымыз. Бұл санда да цифрлардың жайласуында низамлық бар, яғни натурал санлардың ізбесігінде берілген. 6-дан бастап 17-ге дейін натурал санлар ізбесі жазылып, оларды бірлестірудің пайда болған бұл сан. Енді бұл санда цифрлардың санын анықтау үшін бір таңбалы, екі таңбалы санлардың санын анықтап, цифрлардың санына көбейтетін болсақ, әрбір санларда бір таңбалы, екі таңбалы санларда цифрлардың саны келіп шығады. Ақырында қосып жібереміз. Енді есеплау кірісеміз, арифметикалық есеплау. Бұл жерде 6-дан бастап 9-ға дейін бір таңбалы, 10-нан бастап 17-ге дейін екі таңбалы санлар.
Енді есептейтін болсақ, бұл жерде бір таңбалы саналарды анықтаймыз. 9-дан аламыз 6-ны, қосамыз 1-ді. Неге? Себебі алынушыны егерде біз ағым уақытында 1-ді қосып жазбасақ, алынушыны есепламаған боламыз. 1-ді қосып жазсақ, алынушынан қосып есеплаған боламыз. Демек, есеплап көреміз. Бұл жерде 9-дан 6-ны аламыз 3, 1-ді қоссақ 4 болады. 6, 7, 8, 9. Демек, 4 цифр. Енді кейінгі екі таңбалы саналар 10-дан басталып жатырды, 17-мен тамамланып жатырды. Ақырынан басталуын аламыз. 17-ден аламыз 10-ды, қосамыз 1-ді. 8 болады. Енді 8 екі таңбалы саналар білесе, 2 цифрдан түзілген болады. 8-ге 2-ні көбейтеміз. 8 көбейтілген 2, 16. Бір таңбалы саналарды һәм екі таңбалы саналарды цифрларының санын анықтадық. Енді қосамыз. 4-ке 16-ны қоссақ 20 болады. Демек, бұл санымыз 20 цифрдан түзілген 20 таңбалы сан болады. Кейінгі санда. Бұнда да цифрлардың жайласуында нызамлық бар, натурал саналардың ізбездігінде берілген. Есеплейтін болсақ, 7-ден 9-ға дейін бір таңбалы, ал 10-нан бастап 91-ға дейін екі таңбалы саналар. Есеплаймыз. 9-дан аламыз 7-ні, қосамыз 1-ді. 9-дан 7-ні аса 2, 1-ді қосамыз 3. 91-ден аламыз 10-ды, қосамыз 1-ді. 91-ден 10-ды аса 81, 1-ді қоссақ 82. Бұл жерде 82 дана екі таңбалы саналар, har бірі 2 цифрдан болғаны үшін 82-ні 2-ге көбейтеміз. 164 болады. Енді 3-ке қосамыз 164-ді. 167 болады. Демек, бұл берілген санымыз 167 цифрдан түзілген 167 таңбалы сан. Енді санның разряд белгілері, санның жазылуы һәм оқылуы. Демек, санның har бір қанасы оң жақтағы қанадан бастап, har бірі 10 есеге артып барушы разряд белгілерге ие. Мәселен, мына санды қарайық. 7, 3 һәм 4 деген цифрлардан түзілген, 4-тің иелеген қанасы оң жақтан бірінші қана, ол бірлік қанасы деп айтылады. Бірлік қанасында тұрған сан, цифр. 3 деген цифрымыз екінші қанада тұрды, ол онлық қанасы болады. Кейінгісі 7 деген цифрымыз жүздік қанасында. Har бірі иелеген орында өзінің разряд белгілеріне ие. Сол жерде енді бірлік, онлық, жүздік деген бұлар разряд белгілері болады. Енді ұсыныс санының жайылмасын көрейік. 7, 3, 4 деген разряд белгілерге жаятын болсақ, 7-міз жүздік қанасында 100-ге көбейтеміз. 7 көбейтілген 100, қосамыз 3-ті разряд белгілерге онлық, 10-ға көбейтеміз, қосамыз 4-ті көбейтеміз 1-ді. Енді көбеймелерді есеплейтін болсақ, 7-ге 100-ді көбейтсек 700, қосамыз 3-ге 10-ды көбейтеміз 30, қосамыз 4-ге 1-ді көбейтсек 4 болады. Міне, қосынды көрінісін жаздық. Енді қосындыны біріктіріп оқитын болсақ, 734 деген санның атамасы келіп шығады. Демек, цифрлар біз разряд белгілерімен қосып біріктіріп айтатын болсақ, демек санның атамасы келіп шығады екен. Енді көпшілік жағдайларда сандағы цифрлар harflerмен берілуі мүмкін. Бір цифры яки барлық һәммесі де цифрлар егер harflerмен берілген уақытта қалай жазамыз? Оған бір мысал көріп өтейік. Мәселен, A, B, C, D. Не 4 цифрдан түзілген бұл санымыз. Енді harfler қатынасқан уақытында біз үстіне сызықша қойып қоямыз. Сызықша қойғаннан кейін бұл енді сан екенін аңғартады. Енді разряд белгілерге жаятын болсақ, A мыңлық қанасында 1000-ға көбейтеміз. Қосамыз B-ні жүздік қанасында 100-ге көбейтеміз. Қосамыз C көбейтілген 10 болады. Қосамыз B бұл жерде D-ні көбейтеміз 1-ге. Міне санның разряд белгілерінің қосындысы түрінде осындай көрініс жазылады екен. Енді санның жазылуы һәм оқылуы. Олық сана системасында саналар шеттен бастап жазылады һәм оқылады. Үлкен саналарды енді оқу қолайлы болу үшін оларды біз
оң жақтан 3 цифрдан классларға ажыратамыз. Бұны әзір мысалда көреміз. Мына берілген санды енді оқитын болсақ, біз оны оң жақтан 3 цифрдан классларға ажыратамыз. Оң жақтан 3 цифр, бұл жерде 589 болады. 589-ды ажыраттық, кейінгісі 421, одан кейінгісі 790, кейінгісі 32. Міне 3 цифрдан ажыратты, ақырғысы демек 32, 2 таңбалы 2 цифрдан, бұл 1 цифран болуы мүмкін, 3 цифран толық толмауы да мүмкін. Енді бұл астын сызып шығамыз. Оң жақта демек бұл бірінші класс, бұл бірлер классы болады. Бірлер классы. Кейінгісі қысқарып жазамыз, мыңлар классы. Одан кейінгісі миллионлар классы. Одан кейінгісі миллиардлар классы. Миллиардлар классы. Оқыған уақытымызда шептен бастап оқимыз. Класстағы санды атамасымен, сол класс атамасымен бірге қосып оқимыз. Санды оқитын болсақ, 32 миллиард 790 миллион 421 мың 589. Егер қайсы класста егер барлығы нөлдер болатын болса, сол класстың атамасы оқылмайды, һәм бірлер класстың атамасы оқылмайды. Енді натурал саналарды салыстыру. Саналарды салыстыру дегеніміз не? Екі санның қайсысы үлкен яки кіші екенін анықтауға айтылады. Демек, саналардың салыстырмалы түрі жазылуы теңсіздік денеді. Теңсіздікте үлкен яки кіші белгілерін пайдаланамыз. Енді қай уақытта үлкен белгісін, қай уақытта кіші белгісін пайдаланамыз. Аз бұны мысалда көрейік. Мысалда 7 менен 4 деген сан берілген. Бұлар салыстырамыз. 7 4-тен үлкен. Себебі натурал сандар қатарында оң жақта тұрған сан шет жақта тұрған саннан үлкен болады. 7 деген санымыз 4 саннан кейін келеді. Соның үшін 7 деген санымыз үлкен. Енді қайсы белгіні қоямыз? Міне салыстырдық. Демек, санлы қазір айттық, санлардың салыстырмалы түрде жазылуы теңсіздік дедік. Енді теңсіздік белгісіне пайдаланамыз. Бұл жерде бірінші сан, егер үлкен сан жазылатын болса, ол уақытта біз үлкен белгісін қоямыз. Енді оқыған уақытымызда 7 теңсіздік белгісін айтамыз, үлкен 4-тен деп оқылады. Енді кейінгі 5 пен 12-ні салыстырамыз. 5 12-ден кіші, себебі 5 натурал сандар қатарында 5 12-ден алдын келеді. 5 деген санымыз 12-ден кіші. Енді салыстырдық. Салыстырғанда енді бірінші санымыз демек кіші болатын болса, кіші сан келетін болса, уақытта кіші белгісіне пайдаланамыз. Енді бұны оқитын болсақ, 5 кіші 12-ден деп оқылады. Енді санлар салыстырған уақытта 2 сан, 2, 3 саным салыстырады. Енді 3 сан салыстырған уақытында, демек 3 санның салыстырмалы түрде жазылуы қос теңсіздік денеді. Мысалда 3 сан берілген. Енді бұл 3 санды салыстырып болғанымыздан кейін, бұларды екі түрлі ұсулда, екі түрлі көріністе жазсақ болады. Жазып қоямыз. Біріншісі өсу тәртібінде. Өсу тәртібінде. Кейінгісі кемею тәртібінде. Кемею тәртібінде. Өсу тәртібінде жазу үшін берілген санлардың ішінде баста ең кішісін таңдап аламыз. Санларды салыстырдық. Салыстырып болғанымыздан кейін ең кішісі бұл жерде 13. 13 жазамыз. Ізбез. Одан кейінгісі 15. Одан кейінгісі 24. Енді теңсіздік белгілер бұл жерде кіші белгілерін қойып шығамыз. Енді өсу тәртібінде жаздық. Енді кемею тәртібінде. Кемею тәртібінде жазу үшін баста ең үлкен таңдап аламыз. 24, одан кейін 15, одан кейін 13. Енді үлкен белгілерін қоямыз. Енді бұларды қос теңсіздікті оқыған уақытымызда қалай оқимыз? Қос теңсіздікті оқыған уақытымызда ортадағы санды қатталындағы санлармен салыстырмалы түрде айтамыз. Мәселен, бірінші өсу тәртібінде жазылған бұл қос теңсіздікті оқитын болсақ, 15 13-тен үлкен, бірақ 24-тен кіші деп оқылады.
Кейінгісі кемеу тәртібінде жазылған бұл қос теңсіздікте 15 24-тен кіші, бірақ 13-тен үлкен деп оқылады. Натурал санларды салыстыру екі ұсулда орынданады. Қазір біз екі ұсулда қалай орындануын көреміз. Бірінші ұсулда цифрлар саны бойынша. Демек, екі сан берілсе, оларды салыстыруда, демек, цифрлардың санына қарайды екенбіз. Бұл жерде А һәм Б мысалдағы екі санларды салыстыратын болсақ, бұл жерде бірінші санның цифрларын санын анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 5 цифрдан түзілген. Кейінгі санымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цифрдан түзілген. Онда бірінші санымыз кіші болады, екінші сан 6 цифрдан түзілген үлкен болады. Бірақ бірінші санымыз үлкен цифрлардан түзілген, көрінісі үлкен санға ұқсайды. Бірақ цифрлардың саны екінші саннан кіші болғаны үшін, демек бірінші санымыз кіші болады екен. Енді бұл Б-дағы екі санды салыстыратын болсақ, цифрлардың санын анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цифрдан түзілген. Кейінгісі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 цифрдан түзілген. 7 цифрдан түзілген. Демек, цифрлардың саны, бірінші санның цифрлары көп, онда бірінші санымыз үлкен болады екен. Бірақ көрінісіне қараса, екеуі теңдей. Екінші санның бірінші санға қарағанда бір цифры кем. Сондықтан да екінші санымыз кіші болады, ал бірінші санымыз 8 цифрдан түзілген санымыз үлкен болады екен. Енді екінші жағдайда, егер көрдік, егер цифрлар саны тең болатын болса, енді шеп жақтан сәйкес қаналарын салыстырып барамыз. Қайсы қананың цифры үлкен болса, сол сан үлкен болады екен. Қазір бұны мысалда көрейік. А-дағы екі санын салыстыратын болсақ, бұл санның екі санның цифрлар саны тең. Енді шептен басып сәйкес қаналарын салыстырамыз. 4 пенен 4 тең, 6 мен 6 тең, 3 пенен 3 тең, 0 менен 0 тең, 2 менен 2 тең. Енді бұл жерде 6 менен 8. 6 8-ден үлкен, онда бірінші санымыз үлкен болады екен. Енді Б-дағы санларды салыстырайық. Шептен бастап сәйкес қаналарын салыстырамыз. 8 пен 8 тең болады, 7 мен 7 тең, 3 пенен 3 тең, 0-лері тең болады. Енді 4 пенен 5-ті алайық. Бұл жерде 4 5-тен кіші. Демек, сәйкес қаналарын салыстырдық. 4 5-тен кіші болған үшін бірінші санымыз екінші саннан кіші болады екен. Не достар, санларды, натурал санларды екі ұсулда осындай көріністе салыстырады екенбіз. Осымен бүгін сабақты жұмақлаймыз. Пікірлеріңізді демек комментария жазып қалдырың. Егер видео жаққан болса лайк басып, каналға абона болып қойың. Кейінгі сабақта көріскенше.